Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге Қорлан Кармен және Лимана Құттыбекқызы, психолог, арт-терапевт. Бүгін біз сіздерге арт-терапия онлайн курсы жайында айтып беретін боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Лимана ханым, енді біз осы арт-терапия курсын ұйымдастырып, жасап, өткізіп жүргелі бері біраз уақыт болды. Осы күнге дейін енді біз 23-ші топты өткізіп жатырмыз. Өте көптеген біздің курсқа қатысқан оқырмандардың өмірінде болып жатқан өзгерістерді көрдік, неше түрлі ерекшеліктер болды, өте көптеген қуанышты жағдайлар болды. Солардың барлығын бір талдап кетсек деген ой туындап тұр. Жақсы. Жалпы арт-терапия қалай әсер етеді, сол жайында айтып өтсеңіз? Жалпы арт-терапия дегеніміз не дегенде, ең бірінші содан бастайық. Өйткені біздің оқырмандарымыз жаңадан танысып жатқандары да бар оның ішінде. Арт-терапия тек қана сызғылау, шимақтау, болмаса сурет салу, оған бір көңіл бөлмейміз кейде, оған мән бермейміз. Шын мәнінде арт-терапияның берері өте көп екен. Соңғы уақытта қазір ол өте сондай бір трендке айналды, Арт-терапия жалпы біздің ішкі эмоционалдық, психологиялық қысымдарымыздың шығуына көмектеседі екен. Дәл қазіргі уақытта оны психотерапевттер де, психиатр да, невропатолог, медицина саласының өзі ұсынып отыр. Өйткені соңғы уақытта қазір суицидологтардың өзі де арт-терапияны ұсынып жатыр. Жүйкесі терең созылмалы түрде дертке ұшыраған адамдарға арт-терапияны, гончарное искусство дейді, өнері, құммен жұмыс жасау, бисермен жұмыс жасау, осының барлығы арт-терапияның түрлеріне жатады негізінде. Жалпы қол өнер бәрі арт-терапияға жатады. Өйткені ол жерде түрлі түсті жаңағы бояуларды кеңінен пайдалану. Бұл өте маңызды екен. Енді мысалға біз қазір біздің өзіміздің методикамызда, арт-терапиямызда гелевый ручка деп айтамыз. Гельден. Бізде краска болмайды, бізде карандаш болмайды, түрлі түсті фломастер мүлдем болмайды. Демек, бізде көпшілігінде гель ручка. Гель ручканың түрлі түсті, мысалы 25 кейде 30 түрлері болады. Бұның қаншалықты түстерінің көп болуы біздің санамызға жаңағы запрос жібереміз ғой, сұраныс, қай түс менің жаныма жақын. Сол түсті пайдалану арқылы біз ішкі өзіміздің эмоциямызды шығарады екенбіз. Ішкі біздің реніштерімізді, ішкі біз өзіміздің мынау қысымдар, былайша айтқанда санадағы қоқыстардан арылуға, санадағы өкпеден арылуға, терең елестер мысалға көп жылғы, тіпті бала кезімізден есімізді білген уақыттан бастап деп айтсақ қателеспейміз. Есімізді білген күннен бастап, бүгінгі қазір дәл қазіргі жасқа дейінгі біздің санамыздағы отырған терең күйзелістердің бәрінен арылуға болады. Біздің айтатын болсақ, осы кеңес өкіметі кездерінде, осыдан көп жылдар бұрын, осы наркологиялық кішкене және маскүнемдік созылмалы түрге ұшыраған өзіміздің адамдарды теңіз жағасында арт-терапиямен емдеген. Қараңыздар. Демек, ешқандай медик жаңағы қалай айтатын еді, психотроптық дәрілердің қажеті жоқ екен. Бұл жерде теңіздің жағасы, яғни құм, релакс, одан кейін медитация және осы арт-терапия арқылы толығымен арылуға болады. Өйткені бұның өзінің де практикада кеңінен қолданып жүрген түрлері көп екен. Шетелдік европалық психологияны алатын болсақ, осы жаңағы шетелде бар және бізде мынау неде бар, Қырғызстанда бар, өте танымал клиникалар бар, осы созылмалы түрдегі нашақормен ауыратын адамдардың өзінің арнайы емделетін орындары. Бұл жерде кеңінен осы жаңағы түрлі түсті краска, жаңағы дене қозғалыс терапиясы, яғни содан да бөлек мынау медитация, осы арт-терапияны кеңінен қолданады. Осы тұста бір әзіл әңгіме есіме түсіп тұр. Бір дәрігер жаңағы қаншама адамдарға көмектескен, қаншама адамдарды ауруларынан емдеп шығарған дәрігер өзі о дүниелік болып жаңа Құдайдың алдына барып тұр дейді. Сөйтсе айтады, енді мен қанша адамдарға көмектестім, менен жұмаққа кіретін шығармын деген ой бар екен. Сонымен Құдайға айтты, енді мен қанша адамға көмектестім, ой мен жұмаққа кіретін шығармын десе, сен қызықсың дейді. Мен ол ауруларды дейді адамдарға олар өздерінің өміріндегі дұрыс емес жасап жүрген дүниелерді ойлансын деп жіберген едім. Яғни оны мен сигнал ретінде жіберген едім, ал сен ол сигналдарды тек қана алып тастап отырдың деген екен.
сонда жаңағы ол аурулардың өзі де бізге өмірімізде басқа бір кішкене өзгеріс енгізу үшін келген дүние еді. Соны біз жаңағындай кесіп алып тастап тұрдық. Енді біз денсаулық деп бастадық қой. Жалпы арт-терапия нақты біздің өнермен емдеу курсы қалай көмектеседі? Денсаулыққа әсері туралы айтып берсеңіз. Қалай адамдар жаңағындай жазылып кетіп жатыр? Біз енді жаңағы ауруларынан айықты деген кішкене бер жағы болып қалды ғой. Бізде жаңағы осы курсқа қатысқан 3 келіншек дәрігерлер жаңағындай крест қойған, болды сіздерде мүмкіндік жоқ, бала көтере алмайсыз деген 3 келіншек бала көтеріп баласын туып алды. Бұл енді бір қарап тұрсаңыз ғажап дүние сияқты, иә? Қалай ол мүмкін болды? Менің ойымша, бұл адамдармен біз арт-терапия барысында бір емес бірнеше жаңа екінші этапқа дейін өтті. Бізде өйткені оқырмандар үшін түсінікті болу үшін айтайын, арт-терапияның бірінші этабы бар деңгейі және екінші деңгейі бар. Алдағы уақытта бізде үшінші деңгейі қарастырылып жатыр. Теңіз жағасында арнайы саяхаттап, сондай бір релаксты жағдайда өткізетін боламыз. Жазғы уақытта. Жазғы уақытта. Сондықтан біздің арт-терапия қатысушылар сіздерге алтын сырға, естеріңізде болсын, жақында үшінші этап басталады. Ал енді бұл жаңағы ұзақ жылдар бойы 7 жыл, 8 жыл бала көтермей жүрген, медицинадан ешқандай көмек болмаған адамдар қалай бала сүюіне мүмкіндігі туды. Яғни түпкі санада отырған қорқыныш болуы мүмкін, фобия болуы мүмкін. Болмаса бір кездері қойған өзінің бір блоктары болуы мүмкін. Енді бір ғана мысал айтайын, бізге осы арт-терапия қатысқан келіншектердің бір историясын айтып өтейін. Бізде қорған 3 емес 5, қателесесіз. 5 болды ма? Бізде 5 қазір. Өйткені мен үлгермей қалып жатырмын. Соңғы жаңалық, бізде отбасы арт-терапиясы бар ғой, қосымша. Сол жақтан да қосылды жақында. Кішкентайлы болған бір қыз хабарласты. Келіншек қызды болды. Алдағы уақытта бір келіншек аяғы ауыр, менің есімім Лимана қоямын деп айтып отыр енді. Күтеміз, Құдай қаласа. Ал енді айтайық, бір ғана мысал ретінде айтатын болсақ, бір кезде жас студент, екі жас студент үйленгеннен кейін кішкене әлеуметтік қиындықтар болады, жоқшылық. Пәтер жалдап жүреді, нанға, былайша айтқанда тамаққа, күнделікті азыққа қиындықтар болады, сондай жоқшылық, қайда барарын білмейді, қалай ары қарай өмір сүретінін білмейді. Сөйтіп жүрген кезде аяғы ауырлайды, бір ғана бала дүниеге келеді. Сол кезде сол жоқшылыққа, сол қиындыққа отбасын баға алмаған ер жігіт намыстанып, сондай ренжіп, ішкілікке салынып кетеді. Ішкілікке салынып кетеді дағы, сонда келіншек айтқан екен, өзіміз жоқшылықта өмір сүріп жатырмыз. Мына баланы аяққа тұрғыза алмай жатырмыз. Бала қайта-қайта ауырып жатыр. Бұдан кейін бала көтеруге болмайды. Мүлдем. Енді бала көтермеу үшін барынша жаңағы аяқ ауырламау үшін барынша сақтанудың түрлерінің барлығын қарастырады. Былайша айтқанда, медициналық тұрғыда да, оймен де былайша айтқанда, іште қорқыныш, Құдайдан тілейді, былайша айтқанда, сыйынады. Әйтеуір осыдан кейін маған бала берме, қажеті жоқ деп. Өйткені мен оны көтере алмаймын. Ол аяққа тұрғыза алмаймын дейді. Иә, аяққа тұрғыза алмаймын. Жоқшылықта, осындай қиындықта осылай баланы өсіргеннен, осы бір баланы дұрыс тәрбиелеп, дұрыс оқу беріп, былайша айтқанда, білім бергені дұрыс деп, өзіне сондай установка қояды. Көп жылдар өтеді, жолдасы ішкілігін қояды, өзі де жұмыстарын ары қарай жалғастырады, үйлі болады, жайлы болады, жағдайлары жақсарып кетеді. Бірақ барлығы бар, ақша да бар, бедел де бар, орта да бар, бірақ бала көтере алмайды. Неге көтере алмайды, түсініксіз. Медициналық тұрғыда жан-жақтан қаралады. Барлығы дұрыс дейді ма? Барлығы дұрыс. Бірнеше рет эко жасатады. Эко сәтсіз аяқталып жатыр. Осы ретте мүмкін арт-терапиядан бір көмегі тиетін шығар деп арт-терапияға келеді. Арт-терапияның бір емес 3 рет топтық тренингтен өтеді. Және екінші этапқа өтеді одан кейін. Содан кейін барып екінші этаптан кейін аяғы ауыр 3-ші айда екенін естіп қатты қуанады. Сонда айтады, бұл қалай болған? Өзі табиғи түрде аяғы ауырлайды. Яғни арт-терапия ол біздің ойымыздағы, санамыздағы блоктарды шешіп, сосын жаңағы дене былайша айтқанда босайды, иә? Содан кейін жаңағы жүйке жүйе жақсы жұмыс жасай бастайды. Содан кейін жаңағындай бала көтеруге мүмкіншілік туады. Ішкі біздің жүйке жүйемізде ішкі қысымдар көп. Түрлі мысалға не болуы мүмкін? Жағдаймен байланысты болуы мүмкін. Судан қорқу, суға түсуге болмайды, денеміз жиырылып қалуы мүмкін.
я болмаса алма жеуге болмайды, я болмаса шабдалы жеуге болмайды. Мысалға осы ретте бізде бір аллергиямен ауыратын адамның несін историясын айтатын болсақ, ол да мысалға аллергиядан көп жылдар ауырған. Ешқандай тамақтың түрлерін жей алмайтын, тек қана осы кәдімгі қара нан менен суды ғана ішуге болады. Қалғанның барлығынан менде аллергия дейді. Не істеу керек? Арт-терапияға қатысты 97 суретке дейін салды, сол суретті салып толығымен арылды, диагностика жасалып жатыр. Бір күні айтады, тамақтың түр-түрінің барын жаймен жей бастадым. Бойымдағы жаңа қысымды өзім сезіндім. Жоқ, бұрынғыдай қысым жоқ, бұрынғыдай қан қысымым көтерілмейді, бұрынғыдай ісінбеймін, былайша айтқанда. Тамақты шетінен жей бастадым, аллергия жоқ дейді. Қайда кетті аллергия? Демек, ішкі біздің жүйке жүйеміздегі қысымдар болмаса, бір кездегі айтады ғой бірыңдай, ағзаның қарсыласу, раздражение деп айтамыз ғой. Міне соның барлығынан арылғаннан кейін аллергия өз бетінше алыстады. Яғни ағзаның иммунитеті күшейді. Яғни арт-терапия аллергияға да көмектеседі. Сондай-ақ осы арт-терапия бізде фобиядан арылуға көмектеседі. Бізде жаңағы лифтке кіруге қорқатын адам болады. Жабық кеңістік деп айтайық. Сосын жаңағы қараңғыдан қорқатын адамдар болды. Сол адамдардың барлығы осы арт-терапия курсына қатысып, өздерінің бойындағы фобияның кеткенін бізге хабарлап тұрды. Жаңағы бұл фобияға қалай әсер етеді? Мысалға, бұл да біз жаңа айтып өттік, сурет салу барысында біздің санамызда отырған фрагменттер болады, елестер деп айтайық. Біздің санамыз көрген дүниесінің болмаса өзінің бойынан өткізген ситуацияның барлығын жады сақтап қалады. Сана өзінің жадында сақтап қалады. Оны біз білмеуіміз де мүмкін, Біз оны саналы түрде ұмытып кетеміз, бірақ ол түп санада жазылып тұрады. Бірақ ол жазылып қалды. Енді қараңыздар, егер мен кішкене кезінде бір қараңғыдан қорыққан болсам, болмаса бір қараңғы жерде қалып қойған болсам, жертөледе ойнайды ғой балалар кейде, жауып кетеді деген секілді. Бір сондай жағдай болып, қорқып қалған болатын болса, алдағы уақытта сонда бір жалғыз өзі бір жабық кеңістікте қалған кезде тұла бойының бәрі дірілдеп, терлеп, мысалға, қорқып, сондай бір жүрек тарсылдап, аузына тығылып кәдімгідей сондай жағдайға ұшырап жатады. Осыны арт-терапияға қатысу барысында осы бойындағы санадағы елестердің барлығы сурет бетіне түседі. Сосын кейде бұл жағдай өзінде болмаса да, өзінің әкесінде немесе анасында немесе ата-апасында болуы мүмкін. Дұрыс айтасың. Солардың бойында қалып кеткен фобия ДНК арқылы жаңағы балаларына беріледі, содан да арылуға мүмкіншілік болады. Ол енді өзің білесің, біздің осы арт-терапия барысында қатысқандардың басым көпшілігі айтты. Мен мысалға судан қорықпайтынмын, бірақ неге екені менің санамда бір қорқыныш бар. Су аяғым салсам бүкіл денемнің бәрі қалшылдап, дірілдеп кетемін, тістерім сақылдайды. Мен бұдан қалай арылуым керек деп. Бұл қайдан пайда болды? Сурет салу барысында диагностикаға қарағанда, оның анасының 15 жасында бала кезінде суға кетіп құтқарылғаны баланың ген арқылы, яғни тұқым қуалау арқылы баланың санасына сол қорқыныш берілген екен. Міне сол да анықталған болатын, және сол қорқыныштан ол қыз баламыз да біздің арылды былайша айтқанда. Тамаша. Енді арт-терапия енді денсаулыққа әсерін енді толық айтып өттік деген ойдамыз. Жалпы тағы да бір ерекше айтып өтетін жағдай, біздің арт-терапия курсына қатысушылар курсты бітіргеннен кейін бізге таңғалып жазып жататын кездер болады. Менің айтқан сөздерімнің барлығы тез орындалады. Менің жаңағы алға қойған мақсаттарым болсын, менің жаңағы армандарым болсын, не ойласам сол нәрсе тез орындалып кетіп жатқан жағдай бар. Бұл не деп сұрақ қояды? Өте жақсы орынды сұрақ қойып отырсың, Қорлан. Өйткені біз арт-терапияны бастаған кезде осы топқа, мысалы 10 адам, 12 адам, 15 адам жиналды, бір топқа. Біз айтамыз, қыздар, сіздер арт-терапияға келдіңіздер, хош келдіңіздер. Бірінші біздің ережеміз, жаңағы таблицадағы суретті еркін саламыз, көшірмейміз, санадағы қолға ерік береміз. Одан кейінгі біздің ережеміз сөзімізге, ойымызға мән береміз. Ойлаған кезде жақсы нәрсені ойлауымыз керек. Сөйлеген кезде аузымыздан шыққан сөзімізге абай болайық. Өйткені біздің кейде ойда жоқта айтылған сөздеріміз орындалып жатады. Тіпті қорқып қалып жатады. Неге, қалайша?
мен тексеріп көрейін деп едім, бір негативті нәрсені айттым, орындалды, және позитивті дүниені айттым, жақсы, мотивациялық, ол да орындалды. Мен енді оған сыни болмаса күлкімен қарамайтын болдым, енді мен абайлап жасайтын болдым бұның бәрін деп жазған бізде комментарийлар бар. Өте көп ондай. Сондықтан да осы терапияға қатысушылар, сіздер сурет салу барысында өзіміздің әрбір ойымызды және сөзімізді қадағалайық. Яғни арт-терапия армандардың тез орындалуына да көмектеседі. Иә. Сосын тағы да айтып өтетін тағы да қандай ерекшеліктері бар? Жалпы денсаулықты айттық, армандарды айттық, фобияны айттық. Тағы да және біздің осы арт-терапия барысындағы менің байқағаным, мысалға сіз өзіңізге бір жоспарды құратын болсаңыз, мақсаттарыңызды жазатын болсаңыз, және сурет салып отыру керек. 6 ай делік, мүмкін 7 ай делік, орындалмай жүрген, алға жылжымай жүрген бір жоспарларыңыз, жобаларыңыз бар. Сол жобаларыңыз жүре бастайды. Бұл бір жағдай. Иә, менің де есіме түсіп жатқан жағдай бар. Бұрын ренжітіп кеткен адамдардың сіздің өміріңізде қайтадан пайда болып, сізден кешірім сұрап, жаңағындай бұрынғы жаңағы сізге бір ауыртпашылық алып келіп тұрған бір қарым-қатынастардың түзелуі. Иә, дұрыс айтасыз. Осы ретте мен айтқым келетіні, бір кездергі араларыңыз түсініксіз жағдаймен ажырап кеткен адамдар. Болмаса, сағынып жүрсіз ол адамды, бірақ ол сіз адаммен сөйлескісі келмейді сізбен, қандай да бір жағдаймен, болмаса, екеуіңіз бір-біріңізді түсінбей қалдыңыздар, қандай да бір ренжіп кеттіңіздер. Я болмаса, телефондарыңызды жоғалтып, бір-біріңізбен араласпай кеткен курстастар, сыныптастар, болмаса ренжіп ажырап кеткен туысқандар табысып жатады. Міне, осындай бізде феноменалдық дейді ғой жағдайлар орын алған болатын. Біздің арт-терапияға қатысқан қыздардың арасында өте көп. Мысалға бір келіншектің жағдайын айтайын, тарихын айтайын. 7 жыл өзінің туған ағаларымен көріспей кеткен. Бір отбасында 3 ер бала және бір қыз бала, яғни 4-еу, бұл арадағы бір реніш болады дағы ажырап кетеді, 7 жыл көріспей кетеді. Сол біздің арт-терапияның соңғы курсын аяқтап жатқанда бізде осы дәстүріміз бар, кездесу дәстүріміз, шай ішеміз, әңгімелесеміз, бетпе-бет көрісеміз, осы терапияға қатысушылар бір қалада болса. Солармен дастархан басында отырған кезде ол қызымыз келмей қалды. Неге? Бізге сүйінші сұрап хабарласты. Мен қуанышты хабарым бар. Мені ағаларым, мен табысып жатырмын, кездесіп жатырмыз. Яғни менің ағаларым мен бауырларымның кездесуіме сондай сәттілік тілеңіздер деп хабарласып, біз бәріміз топ болып қуандық сол ортада. Одан да бөлек осыған ұқсас бізде ситуация, жағдайлар өте көп. Өте көп, жалпы арт-терапияға қатысқан көптеген жаңағы біздің қатысушыларымыздың айтып жатқаны, ене мен келін, ата-ана мен бала, туған-туыс бауырлар, дос-жаран болсын, бұрынғы таныс тамырлардың барлығымен қарым-қатынастың жақсарғанын айтып, бізге жаңағы өздерінің қуанышты жағдайларымен бөлісіп жатқан кездер өте көп болды. Соның бірінде есіңізде болса, бір қатысушымыз болды, осы суретті салған кезде дейді, біз ол кезде енді тікелей эфирмен өткізетінбіз. Тікелей эфир болсын, жалпы сабақтардың барлығын тығылып жүріп тыңдайтын. Туалетке кіріп кетем дейді, туалетке кіріп тыңдайын дейді. Үйде барлығы ұйықтап қалған кезде төсекке кіріп алып, көрпені жамылып алып, сөйтіп тыңдайтынмын дейді. Сурет салатын кезде жаңағындай барлығы ұйықтап қалған кезде ешкім маған кедергі жасамасын деп, сөйтіп тығылып жүріп сурет салды. Ал ол сурет салғаны не үшін келді бұл арт-терапияға? Күйеуімен жаңағы қарым-қатынасын жақсартқысы келген. Ол кезде өзінің ата-анасын көрмегелі 9 жылдан асқан уақыт болған. Өздеріңіз ойлаңыздар, 9 жылдан асып кеткен. Жаңағындай өкінішке орай жаңағы өздерінің жағдайлары нашар болған еді ол кезде. Жаңағы ауылына барып келем десе, күйеуі ақша бермейді, жаңағыдай жақсы жұмыс жасамайды, сондай тұрмыстық жағдайы нашар болса да, әйтеуір ақшасын тауып, курсқа қатысып, ешқандай сабақты бос қалдырмай, ешқандай күнді жіберіп алмай, суреттерінің барлығын салып отырды. Сосын бізбен жаңағы өзінің өмірінде болған
жаңағы өз өмірі туралы айтып берді. Өте қиын жағдай болған. Енді осы курс аяқталғалы, курс жаңағы топқа жазған жаңағы өзінің ойымен, өмірінде болып жатқан ситуацияның барлығымен барлығымызбен бөлісіп, сүйінші сұраған еді. Ол кезде жаңағы неге қатысып, курсқа қатысып болғаннан кейін күйеуі өзімен өзі жаңағындай мін сен ауылыңа барып кел деп билетін алып беріп, қолына ақшасын беріп, барлығын жақсы қылып, сондай бір өте қатты қуанышты жағдай болған еді. Сол топта бір 15 адам отырды, барлығы түнгі сағат 12-ден кейін ғой деймін, есімде? Түнгі сағат 2-3-те болған жағдай еді ол. Барлығы жылап, ана жерде. Өте қуанып, бірге бөлісіп, ой бөлісіп, ұйықтаңдар бір-біріңізге. SMS-тер келе жатқан дың-дың нетеді ғой, әсер етеді ғой. Тіпті сондай да жағдайлар болып жатқан, сондықтан да арт-терапия ол қарым-қатынастың да жақсаруына көмектеседі. Енді біз енді толықтай көптеген сұрақтарға жауап беріп кеттік деп ойлаймыз. Бүгінгі біздің видеомыз көптеген оқырмандарға пайдалы болды деген ойдамыз. Тағы да сұрақтарыңыз болса жаза отырыңыздар, жауап беруге тырысамыз. Қоштасасыз ба? Қоштасайық онда. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Тағы да осындай пайдалы видеолар түсіріп тұруға тырысамыз. Сау болыңыздар.